Жедел ақпарат. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазақстанда және әлемде болып жатқан жаңалықтар алашылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Бұрынғы бірінші ханымның денсаулығы туралы ақпарат берілді. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жұбайы Сара Назарбаеваның денсаулығы туралы жаңа мәлімдеме жарияланды. Бұл туралы Нұрсұлтан Назарбаевтың баспасөз хатшысы Айдос Үкібайға сілтеме жасап Нұр-Кз хабарлады. Үкібайдың айтуынша, әлеуметтік желілер мен кейбір бақы Сара Назарбаеваның денсаулығымен орналасқан жері туралы негізсіз және жалған ақпараттар таралуда. Осыған байланысты төмендегіні нақтылауды қажет деп санаймын. Сара Назарбаева биылғы жылдың сәуір айынан бері Алматы қаласында Қазақстан Республикасы Президент іс басқармасы медициналық орталығының ұлттық ауруханасында ем қабылдап жатыр. Барлық медициналық ем-шаралар бекітілген, медициналық көмек стандарттарына сәйкес жергілікті мамандардың бақылауында жүргізілуде, деді Үкібай. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.